Ақсу қаласындағы Жаяу Мұса атындағы көп салалы колледжі биылғы оқу жылын айрықша жетістіктермен аяқтап отыр. Оқу орнының студенттері көптеген республикалық облыстық жарыстардан биіктерден көріне білді. Осыған орай колледж қабырғасында үздіктер марапатталған салтанатты шара өтті. Оқу жылын көңілді нотамен аяқтап отырған Жаяу Мұса атындағы колледждің тарихы терең, білім беру тәжірибесі бай, жетістіктері де мол. Ал бағындырған биіктер биыл тіптен еселене түскен. Салтанатты жиынға қатысқан Ақсу қаласының әкімі еліміз тек осындай дарынды ұрпағымен ғана мақтана алатындығына тоқталды. Я хочу от всей души поздравить лучших педагогов, лучших студентов. Мен бүгінгі үздік студенттер мен үздік ұстаздарды және барша ұжымды құттықтағым келеді. Қаламызда осындай дарынды ұлдар мен қыздардың көп екендігі мені қуантады. Салтанатты шарада жиыны 40 студент, 20 педагог марапатталды. Әрбірінің ерекше атап өтерлік жетістіктері бар. Мәселен, колледж қабырғасынан құрылған қыздар волейбол командасы республикалық турнирден 2-ші орынға иеленген. Түркістан қаласына бардық. Түркістан қаласында 9-ші маусымнан 12-ші маусым аралығында жарыстар өтті. Әрине біз 2-ші орынға қуаныштымыз. Сонымен қатар колледждің волонтер студенттері, белсенділері 2022 жылдың үздік педагогтері де марапатталды. Осы Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжінде 2016 жылдан бері қызмет етіп келемін. Осы уақыт ішінде көптеген еңбектер жасадым десе де болады. Әдістемелік құралдар жасаған болатынмын. Бірнеше облыстық конкурстарға қатыстым. Бірінші орындардың жүлдегері болып. Биылғы жылы Бүркітбаева Гүлзада деген қызды WorldSkills байқауына дайындап, онан да үздік маман деген номинацияны алды. Салтанатты түрде марапат табысталғандар қатарында WorldSkills'тен әлем чемпионатына дайындалып жатқан студенттер де бар. Жалпы Жаяу Мұса колледжі гуманитарлық және техникалық бағыттары бойынша 12 мамандық бойынша арнайы білім беруде. Жанасыл Серікбол, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат, Ақсу қаласынан.